Айшайба полигонда әскери бөлімшелердің ұрыс жағдайында дайындығын жетілдіру мақсатында роталық тактикалық оқу жаттығу өтті. Оған оңтүстік өңірлік қолбасшылығы Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 5 бригадасының бөлімшелері қатысты. Жаттығудың ерекшелігі жақында өткен Көкжал 2020 ғылыми зерттеу оқу жаттығуында сынақтан өткен соғыс жүргізудің жаңа әдіс тәсілдерінің қолданылуында. Роталық тактикалық оқу жаттығуды өткізу әскерлерді бақылап тексерудің соңғы кезеңі. Апта бойы бригаданың әскери қызметшілері жеке-жеке сынақтардан өтіп, жауынгерлік даярлықтың әртүрлі пәндері бойынша нормативтері тапсырды. Осылайша әскери қызметшілер қысқы оқу кезеңінде шыңдалып, кәсіби дағдыларын көрсетті. Жалпы полигонда роталық тактикалық оқу жаттығу аясында жылжымалы өрт сөндіру топтары шашыраңқы атыс орындарында жедел әдістерді жасады. Оқу жаттығу барысын құрлық әскерлері бас қолбасшысының жауынгерлік даярлық жөніндегі орынбасары генерал-майор Нұрлан Алдияров бақылады. Ол атыс тобы жетекшілерінің әртүрлі жағдайларда тез әрекет ету қабілетін байқау үшін арнайы тапсырмалар жүктеді. Бүгінгі күнде құрлық әскерлері бас қолбасшылығының комиссиясымен Бауыржан Момышұлы атындағы әскери бөлімінде қыстық оқу кезеңінің қорытынды тексерісі жүргізілуде. Осы өтіп жатқан тексерілудің соңғы кезеңі ротаның тактикалық оқу жаттығу болып табылады. Осы оқу жаттығуда әскери қызметшілер барлық жағынан бағаланады. Көкжал 2020 ғылыми зерттеу тактикалық оқу жаттығу өткізілгелі бері 5-ші механикаландырылған бригада оқу процесінде өткен соғыс кезінде қолданылатын іс-қимылдарды бірінші болып тиімді қолдана білді. Енді жауынгерлік даярлықтың жаңа форматты бөлімшелер үшін жазғы оқу кезінде белсендірек қолданылады деп жоспарлануда. Назерке Аяз, Мейіржан Ерболат, Аймақ.